Сәлем достар, менің есімім Айдын Айбек. Бізде кезекті видео наушник Galaxy Buds-қа тест жасаймыз. Яғни қаншалықты алысқа жетеді екен, соны тексеріп көреміз. Galaxy Buds соңғы шыққан Samsung-тың беспроводный наушнигі. Менде ақ түсі, оның екі түсі бар, қара, ақ екі түсі бар олай. Кірленіп қалған, мен шекті қалтада жүріп. Осыны қазір мен осы жерде кием. Музыканы қосам, музыка сіздерге көрінбейді. Айтпақшы, мына қара түсі мен операторымда бар, екеумізде. Ода қара, менде ақ. Сіздерге қай түсі ұнайды, ақ или қара? Мына жердегі опросқа белгілеп кетіңіздер. Телефонды мен ұстап кетейін, потому что тексеру керекпін, операторға беремін. Мына мен алған жоқпын. Так, начинаем. Айтпақшы, метр санаймыз. Осы жерде тұра берсең, камера тұра бер. Шақпен санаймыз. Ана бір шыққа дейін барам. 16, 17, 18, 58, 59, 60. О, 60 шақ жасадым. Примерно мен шағым 1 метр болады. Что-то звук үзіліп қалып, қайтадан қосылып отыр. Қазір үзіліп дұрыс есімде жатыр. Қазір өшіп қалды, үзіліп қалды. 60 шаққа келіп тоқтағаннан кейін қайтадан қосылды мені. Что-то ұстай алмайды. Так, тағы да барып көрейік. 61, 62, 63, 64, 77. Так, достар, мен 70 шақ жасаған кезде, 70 шақ жасағаннан кейін мен ана жерге барып дос баламмен сөйлесіп тұрған кезде звук қосылып тұрды да өшіп қалды. Яғни 70 метрге жетті, бірақ 70 метрге барғаннан кейін музыканы от души тыңдай алмайсыз, потому что өшіп қосып тұрды. Жаңа 60 метрге қанша бір 50 метрге бардым да, сол кезде өз сонда болып тұр. Яғни музыканы нормально тыңдау үшін примерно 30-40 метрге барасың. 30-40 метрге барасың, сол жерге дейін нормально естіледі. Тағы да айта кететін, бұл мына жер ашық жер ғой, мына ашық. Көрсетші, ашық жер. Ешқандай препятствие дейма, жабық, стенкалар жоқ, жар дейді біздің жақта. Үйде біз залдан через коридор, прихожий өтіп туалетке барасың, ол жақта есік бар. Туалетке барған кезде музыканың дауысы үзіліп қосып тұрады. Потому что мен ойлаймын, ол жақта стенкалар жар, звук волна арқылы өтеді, Bluetooth деген, Wi-Fi, Bluetooth волна өтеді. И сондықтан ол ұстап тұрады, жібермейді. А былай ашық жерлерде көргендеріңізде 30-40 метрге дейін нормальный звукты от души тыңдауға болады. Өте пайдалы да, былай айтқанда. Ең бірінші пайдасы наушник салбырап жүретін провод болмайды сенде, телефонды аяқ астына қою керек, сен музыка өшіргің келмейді. Туалетке барасың, например, телефонды мен қоям да, наушник тұра береді, мен бір жерге барады, шаруаны істей берем, ана жақта тыңдай берем, кино қарап отырмын да, киноны қарай берем. Тыңдап отырамын да, походу. Екінші, ол көп бірінші пайдасы, аяқ киім киіп отқан кезде наушниктан қалтаңда бүйтіп майсат несі бар ғой, радионы тыққан кезде. Ондай кедергі жоқ, наушник киіп отқан кезде, аяқ киіп отқан наушник дізеңге ілініп қалуы мүмкін, біреу қолын ілініп кетуі мүмкін, жұп отқан кезде есікке ілініп қалуы мүмкін, ондай вообще. Наушникті автобуста жүрген кезде адам талапа қысылып отқан кезде біреу наушник ілініп кетеді, құлағына түсіп қалады или телефон түсіп қалады, онда болмайды. Сен наушник қалтаңда, телефон қолында, телефонды мысалы карманды зарядтайсың да, рюкзагыңды салып алып мүмкін, наушникті тыңдап жүре берем, біреу звондаса, маяқпен телефонды басып алып алып, сөйлесіп салам. Каждый раз наушникті қалтаңға саласың, оны шығарасың, бүйтіп ашып, бүйтіп байланып қалған, шимайланып қалған, ондай болмайды. Қалтаңнан шығарасың да, аласың да, саласың. Мысалы, түнде жатқанда да мен особенно кино қарағанды жақсы көремін. Түнде бұрын наушникпен салбырап, мойныма оралып, таңертең тұрған кезде сөйтіп жататын, қазір салып аламын да. Телефон кино қарап, сөйтіп ұйықтап қала беремін. Тым несі жоқ. Өте пайдасы көп, енді мен қазір есімге келіп тұрған жоқ. Сол достар,
егер тағы да осы сұрақтарыңыз болса, тағы да болса обзор түсір деп айтсаңыздар, комментария жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментария жазыңыздар, лайк басыңыздар, менің арнама тіркеліңіздер. Менің инстаграм аккаунтым осы. Ладно, все, рахмет бәріңізге, сау.